Сәлем достар, ойлантап өз каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен эрудицияға тест деген ойынды ойнайтын боламыз. Жалпы 30 сұрақ беріледі, ал ойлануға 5 секунд уақыт беріледі. Ойынымызды бастамас бұрын каналға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Ал ендеше бірінші сұрағымыз. Ең үлкен мұхит қайсы? Ең үлкен мұхит бұл Тынық мұхиты. Жалпы жер шарында 4 мұхит бар. Екінші сұрақ. Ең ұзын өзен қайсы? Ең ұзын өзен Ніл өзені болып табылады. Оның қанша километрге жалғасатынын білесіздер ме? Келесі. Шекспирдің отаны қайсы ел? Англия, яғни қазіргі Ұлыбритания. Келесі сұрағымыз. Абай жолы романын кім жазды? 4 томнан тұратын Абай жолы романын Мұхтар Әуезов жазған болатын. Келесі сұрағымыз. Ең биік тау қалай аталады? Эверест тауы болатын. Ең биік әлемдегі тау. 6-шы сұрағымыз. Екінші дүниежүзілік соғыс қашан аяқталды? Жауабы 1945 жыл. Келесі сұрағымыз. Ең кіші жай сан қай сан? Жауабы 2. Жай сан дегеніміз не екенін білесіздер ме? Гравитация заңын кім ашты? Бүкіл әлемдік тартылыс заңын Исаак Ньютон, яғни белгілі физик ашқан болатын. Футболда неше ойыншы болады? Жауабы 11 ойыншы болады. Күнге ең жақын планетаны атаңыз. Жауабы Меркурий. Меркурийден кейінгі орналасқан планета қандай? Білсеңіздер, комментке жаза кетіңіздер. Келесі сұрағымыз. Юрий Гагарин кім? Әрине, ғарышкер. Совет одағының ең алғашқы ғарышкері. Алматы бұрын қалай аталды? Верный қаласы деп аталған болатын. Енді келесі сұрағымыз 13-ші. Қазақ хандығы қашан құрылды? Бір 1465 немесе кейбір деректерде 1466 жылы. Ромео және Джульетта шығармасының авторы кім? Ағылшын ғалымы Шекспир болатын. Қазақ тіліндегі соңғы әріп қайсы? Жауабы я әрпі. Қазақ тілінде жалпы неше әріп бар? Қызыл планета деп қай планетаны атайды? Яғни бұл Марс планетасы болатын. Google қай жылы құрылды? Бір 1998 жылы алғаш рет құрылған екен. Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымына қашан кірді? 1992 жылы кірген болатын. Электр тоғының өлшем бірлігі қандай? Электр тоғының өлшем бірлігі ампер деп аталады. Химиялық элементтер кестесін кім жасады? Әрине, Менделеев атты белгілі химик жасаған. Атом деген не?
бұл заттың ең кіші бөлшегі болып табылады. Кино саласындағы ең танымал марапат қандай? Оскар марапаты болып табылады. Келесі 23-ші сұрағымыз. 40 өтірік ертегісіндегі кейіпкер баланың есімі? Тазша бала. Жарайсыз, дұрыс таптыңыз. Дүние жүзінде ең үлкен мемлекет? Ресей. Ең үлкен мемлекет болып табылады дүние жүзіндегі. Жердің табиғи серігі? Әрине, бәріміз білетіндей ай болатын. Ғаламшардағы сақинасы бар планета? Жауабы Сатурн планетасының сақинасы бар. Ең кіші материк қайсы? Австралия материгі. Жалпы 6 материк бар. Қазақстан неше мемлекетпен шектеседі? Жалпы 5 мемлекетпен шектеседі. Қандай екенін өздеріңіз комментке жазыңыздар. Абайдың шын есімі кім? Абай Құнанбаев атамыздың шын есімі Ибрахим. Пифагор теоремасы неге қатысты? Үш бұрыштарға байланысты. Нақтырақ айтқанда, тік бұрышты үш бұрыштың қабырғаларына байланысты. Жалпы осымен достар, біздің ойынымыз аяқталды. Ойынымыз сіздерге ұнады деген үміттемін. Бұл ойын сіздердің жалпы білімдеріңізді тексеруге арналған тест болатын. Осы ойын арқылы өздеріңіздің таным көкжиектеріңіздің қандай деңгейде екенін білсеңіздер болады. Ойынымыз ұнаса, каналға жазылып, колокольчикті баса кетіңіздер, себебі келесі видеолар одан да қызықты болады. Сонымен қатар лайк басуды, коммент жазуды ұмытпаңыздар. Неше балл жинадыңыздар, оны жазуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар описание бөлімін оқып шықсаңыздар өте жақсы болар еді. Осындай форматтағы видеолар сіздерге ұнады ма және пайдалы болды ма? Ендеше келесі видеоларда кездескенше.